Barшаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен қалақас. Бүгін сіздерге үй жағдайында дайындалатын йогурттың рецептімен бөлісемін. Қазіргі таңда балалардың көбі дүкенге барса йогуртқа жабысады. Сол үшін үй жағдайында жасауды көрсетемін сіздерге. Өте қарапайым заттардан жасалынады. Бізге ең қажетті заттар, ең бірінші менде домашний айран, яғни үйде ұйытылған айран қажет. Сіздер кез келген айран қолдансаңыздар болады. Дүкендегі 2,5%-тен жоғарғысын. 200 грамм шекер, яғни қант қажет, 2 банан қажет, қатырылған жеміс-жидек менде шия қолданамын. Кез келген жеміс болады, құлпынай, малина. Енді блендердің көмегімен еземіз, обязательно блендер қажет. Ең алдымен банандарымызды ашып, турап аламыз. Банандарымызды майдалап турап аламыз. Блендердің ыдысына сиятындап өшіп аламыз. Мінекей банандарымызды турап біттік. Енді ыдысымызға саламыз. Енді үстіне 200 грамм қантымызды саламыз. 500 мл айран. Менде қатырылған шиелердің арасында сүйегі бар. Осылай сүйегінен ажыратып алып саламыз. Мінекей осылай сүйектердің барлығын алып тастаймыз. Мінекей шиемізді салдық. Енді блендермен езіп шығамыз. Қалған айранымызды үстіне аз-аз құйып өстіп араластырып аламыз. Мінекей йогуртымыз дайын болды. Енді балаларға ұсына берсек болады. Осындай арнайы бокалдарға құйып, тура дүкендегі йогурт болған. Мінекей балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Барлық бала сүйсініп ішетін тағам. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецепт шығады.